Сәлем достар, сәлем баршаңызға, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін толыққанды сіздерге құнарлы топырақтың құрамын көрсетемін. Көптеріңіз сұрадыңыздар және осы жақын арада деп келіп бұйырғаны бүгін болыпты. Каналыма қош келіпсіздер. Тағы да топыраққа қандай универсальный топырақ қосамыз және ауылдың көң қосылған топырағы қандай болады, оның барлығын қай күйде қандай қылып қосамын, оған тағы қандай витаминдер қосамын сіздерге айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін қалдырмай көріңіздер. Егер осы топырақтың құрамы сіздерге ұнаған болса, кез келгеніңіз осы топырақты заказ бере аласыздар менен. Егер бұл топырақ ұнамады, өзім жасай аламын үйде десеңіздер, өз қалауларыңыз. Қараңыздар. Флоизель бұл российский производство, яғни Россияның шығаратын топырағы. Цветочный деп тұр, питательный грунт для выращивания всех видов деп тұр, яғни нәрлі топырақ барлық гүлдерді түріне және сәндік өсімдіктердің түріне де арналған деп жазылып тұр гүлдерге. Бұда ең үлкен мән беретін жағдай мына жерде осылай тұрады, қараңыздар. Неге мен осыны аламын? Өйткені действительно качествосы жақсы. Оптимальная структура деп тұр для развития корневой системы, яғни тамырына жақсы жағдай жасалынады. Соған байланысты осы топыраққа құнарлы заттар қосылған. Органические удобрения деп тұр, источник питательных веществ, яғни органикалық удобрениялер количествода қосылады. Одан кейін обеспечивает правильный рост, яғни жақсы өсуіне жағдай жасап қойған. Стартовые удобрения, ол дегеніміз магний, калий, цинк, фтор, тағы да қандай мысалы витаминдер керек, оның барлығын белгілі мөлшерде бұл топыраққа завод қосқан деген сөз. Одан бөлек 3 ай деп неге жазылынады, осыған мән беріңіздер. Өйткені бұл топырақ отырғызғаннан кейін гүл 3 ай бойы ешқандай витаминсіз тұра алады. Жай ғана сумен суара берсеңіз болады деген сөз. Бұл гүлдің заводтың шығаратын осы производствоның ерекшелігі осы. Қазір үлкен 14 литрлік емкостьқа тағы да не қосамын, алдағы видеода сіздерге айтқан болатынмын. Міне перлит. Бұл перлиттің қандай қызмет атқаратынын барлығын алдағы видеода айттым. Міне биомастердің вермикулит агро. Және де қазір сіздерге песок. Міне биомастердің агро песогын. Және де қазір сіздерге көбісіңіз білесіздер ма? Мен көп көрермендеріме айтып жүрмін, осындай қайнатылған жұмыртқаның қабығын сақтап жүріңіздер деп. Қараңыздар, қайнатылған жұмыртқаның қабығы бұл топыраққа қосылу керек белгілі мөлшерде. Және де қараңыздар, кептірілген бананның осындай қабығы. Осыны ұсақ бөлшектерге бөліп, ұнтап қоссаңыздар болады. Міне осылай активированный угольді де осы топыраққа қосамыз деп айтқан болатынмын. Бұл емдеу профилактикасы ретінде, ал банан мен жұмыртқа витамин, қосымша витамин ретінде қосамыз. Ал су құрамдарын ұстап тұру үшін вермикулит, перлит және песоктарды қосатын боламыз. Бұдан бөлек қараңыздар, универсальный топырақ, песок, вермикулит, перлит, банан қабығы, жұмыртқаның қабығы, мынау активированный уголь және универсальный топырақ 7 түрлі компоненттен тұратын, әркім өзінің үйінде жасай алатын өте құнарлы топырақтың құрамын көрсететін боламын. Ол үшін алдымен активированный угольдің осы тұрған 10 таблеткасын ұнтап аламыз және жұмыртқаның қабығын осыдан да қатты ұнтайтын боламыз, яғни 2 есе ұнтаймыз және бананның қабығын өте ұсақтап, турап, майдалап бөліп алатын боламыз. Және де бір айтып кететінім сіздерге, міне, қараңыздар, универсальный топырақтың іші осылай болады құрамы. Белгілі мөлшерде кішкене жаңағы құнарлы өнімдер, кокосовый субстраттың қабықтың какой-то проценті, перлит, агроперлит, соның барлығы қосылады. Міне қараңыздар, даже песок та бар и вермикулит те бар. Бұл топырақтың ерекшелігі осы. Бірақ та бұған кішкене жеңілдету. Жеңіл топырақ, бірақ тағы да жеңілдетіп құнарлату үстінде біз бұған ауылдың көң қосылған
жерде жатқан құнарлы топырағымен бірге араластырғаннан кейін оның мөлшерін бірге қалыпты деңгейге келтіріп алу үшін біз тағы да қоспалар қосатын боламыз. Міне қараңыздар, мына жерде ұнтақталған кесілген майдалап банан қабығы. Бананның қабығын кескеннен кейін кесу барысында мынандай түбірі бар ғой, кеппейді бұл, мынаушы өте қатты кеппейді. Мына жері бар ғой, ілініп өсіп тұратын жері, және де қағазы болса, соның барлығын міндетті түрде бірінші тазартып алып барып, қалған дүниесін қосамыз. Мына қара активированный уголь 10 таблетка қостым. Мынау менің тарам тұрған, бұл 14 литрлік. Қазір қанша литрге шақтап істейтінімді көрсетем. Және ұнтатылған жұмыртқаның қайнатылып барып алынған қабығы, барлығын мұқият қараңыздар. Менің өлшенетін қасығымның көлемі, міне, мына жаққа вермикулит 5 қасық вермикулит, песок, міне, топырақ, көріп тұрсыздар топырақтың құрамы, міне, 5 қасық топырақ, құм, сосын перлит. Міне қараңыздар, перлитті, мынау үлкен фракция болғаннан кейін 2, 3, 4, 5, 6 қосамын. Бір қайталап шығам. Бананның қабығы, кептірілген бананның қабығын кесіп ұнтақтап қосамыз. Мөлшері осыншалықты болса болды. Вермикулит 5 қасық, песок 5 қасық, тас араластырылған. Активированный уголь таблеткасы 10 таблетка, және 3-4 жұмыртқаның қабығы. Қайнатылып барып кептірілген, және пленкасы алынған болу керек. Мына жерде перлит, бұл жерде 6-7 қасық кетті енді. Қазір универсальный топырақты қосамын. Осы қосылған дүниелерді көріп алдыңыз. Енді қазір универсальный топырақ қосамыз. Мына жерде универсальный топырақ менде 10 литр, соның 5 литрін қосамыз. Осы российский универсальный топырақтың ерекшелігі, бұл қашанда ылғал болып тұрады. Ауа жібермейтін сыртындағы целлофаны. Тең жартысын қосамыз, яғни 5 литрін қосатын боламыз. Қазір гүлдерімнің барлығының топырағын осымен ары қарай жаңалайтын боламын. Алдағы уақытта қандай гүлдерді қалай отырғызып жатырмын, отырғызу барысында қысқа видеолар салып қалуы мүмкін. Осы топырақты пайдаланып, енді универсальный топырақ болды. Енді осындай сита алып өткізетін құмды мына ауылдың универсальный топырағын осылай електен өткіземіз. Яғни тағы бір 5 литр осылай топырақ өткіземіз. Неге? Өйткені керек емес дүниелер көп шығады. Бұны електен өткізбейтін болсаңыз, топырақтың құрамына зиянды басқа да керек емес дүниелер өтіп кетуі мүмкін. Міне қараңыздар. Ауылдың универсальный топырағының ерекшелігі міне осылай. Осылай електен 5 литр үстіне ауылдың универсальный топырағын қосып сіздерге көрсететін боламын. Енді қараңыздар, универсальный топырақты келесі екінші сита, мынау сәл ірісі осыдан өткізем. Неге? Өйткені біріншінде өткізген кезде өте мелкий кетеді. Осындай ірі комоктарын алып қалу үшін ғана, және арасында тастары өтсе, тағы да зиянды заттары өтсе, осыдан өткізетін боламын. 14 литр тарамын барлығына 14 литріне толтырып жасай беремін. Өйткені менің тағы да заказдағы алмастыратын гүлдерім бар. Қараңыздар, міне өте қатты суарған кезде нығыздалып, сондай топырақ болып қалмас үшін өте жеңіл топырақ дайындаймыз. Міне қараңыздар. Мысалы, нығыздалып қалды деген күннің өзінде, міне, үгітіліп жатыр. Бұл жартылай ылғалды топырақтың өзі осылай үгітіліп жатыр. Енді міне қараңыздар, барлық тарап болды. Барлығын бір келкі деңгейде араластырамыз. Сіздерге 5-6 литрлік көлемде көрсетемін деген болатынмын, бірақ өзіме осы тара толық керек болып тұр. Қазір мен еще екінші қайтара тағы дайындаймын. Өйткені үлкен құмыраға отырғызатын гүлдерім де бар.
қолыммен араластыра берейін, енді ыңғайлысы сол маған. Мен 5-6 литрлік сіздерге жаңағы көлемде көрсетемін деп активированный угольді 10 таблетка ғана қостым. Енді егер осындай 14-15 литрлік бірақ дайындайтын болсаңыздар топырақты, ол кезде активированный угольдан 2 пачка қосыңыздар. Сонда 10 емес 20 таблетка қосасыздар. Енді әзірше қазір менде ұн татылғаны жоқ, сол үшін қазір кейініректе тағы да 10 таблетка қосатын боламын. Міне, құрамы осындай, өте жеңіл, витаминді, 3-4 айға дейін ешқандай витамин бермей, 3-4 айың деген почти уже жарты жыл, иә? Жарты жылға дейін ешқандай витаминді бермей, әдемі топырақты үйде ешкімнен сатып алмай-ақ. Енді негізі білесіздер, құнарлы топырақтың бағасының өзі өте қымбат тұрады. Неше түрлі заводтар бар, топырақтарын шынымен құрамын көрсетіп, құнарлығын көрсетіп жасап жатады. Қараңыздар, міне. Енді бұл жартылай 40% ылғалдылықта тұрған топырақ. Міне. Қайтадан осылай болып жатыр. Көрдіңіздер ма? Комок пайда болмайды. Комок пайда болмайды. Одан бөлек біз ситадан өткіздік. Негізі мен осы көрсеткен универсальный топырағымнан бөлек, егер бұл болмай басқа топырақ алып қоятын болсам, оны да мен ситадан өткізем. Өйткені оның құрамында шынымен завод не салып жерді, не қосты білмеймін. Егер мен агроперлиттерін, перлиттарын барлығын мынандай ірі фракцияда қосып, олар мен соның барлығын ситадан өткізіп алатын болсам, қайтадан сон өзім агроперлиттін двойной қосам. Мысалы деймін да, егер мен артығырақ алып қоятын болсам. Міне осы жаңадан келіп атқан көрермендер, осындай құнды ақпараттарды тағы да көргілеріңіз келіп, басқа да гүлдердің күтімін көргілеріңіз келсе, қандай гүл көргілеріңіз келеді, топырақтың құрамы сіздерге ұнады ма? Жалпы ұнаса, осындай топырақтың құрамын жасап үйлеріңізде барлық гүлдерді керемет өсірулеріңізге болады. Келесі видеода жалпы бұл топырақ қандай гүлдерге жарайды? Бұл топырақ барлық гүлдерге жарай береді, өте береді, кете береді. Бұл топырақты тағы да құрамын сәл өзгеше қылып, кейбір топырақта отырмайтын гүлдерге де қосуына болады. Оны кейініректе айтатын болам сіздерге. Менің каналыма тіркеліп, пікірлеріңізді жаза өтіңіздер. Сіздер топырақты қандай құрамда жасайсыздар, және гүлдеріңіз қаншалықты өсіп жатыр. Одан бөлек барлық ой пікірлеріңізді жаза беріңіздер. Мен сразу сіздерге жауап қайтаратын боламын. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.